Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көркем жаңғыры. Сабағымыздың мақсаты музыканың көркемдеуші құралдарын және музыканың сипатын анықтау. Балалар сабақты бастамас бұрын мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Соның шешуін табамыз, иә? Қар мұз еріп, су көбейіп, сай-салаға толады. Бүршік жарып, жарық ашып, гүл бәйшешек басады. Бұл қай мезгіл? Жарайсыңдар балалар. Қазір бізде қай мезгіл далада? Жарайсыңдар. Көктем туралы не білеміз? Көктемнің қандай құбылыстарын, қасиеттерін білеміз. Кәне айта қойыңдаршы. Шуламаймыз балалар. Бір деп айтайықшы, кәне қолымызды көтеріп. Кәне сырым айта қойшы. Көктемде қандай құбылыстар болады бізде? Жел болады, жел болады, найзағай болады, жаңбыр болады. Жарайсың, отыра қой. Қандай гүлден шығады біз? Ең бірінші көктем мезгілінде шығатын гүлдің аты қандай? Кім біледі қай? Қай, тұра қойшы. Жарайсың. Сонымен қатар тағы қандай көктемде гүлдер шығады бізде? Алғаш бүр жарып, тағы да бәйшешектен кейінгі қызғалдақ балалар, қызғалдақ, иә? Қызғалдақты қалай білмейді екенсіңдер? Кәне балалар, енді көктемде бізде құбылыстар көп болады, сол құбылыстармен танысайық, иә? Мен сіздерге құбылыстардың дауысын қосамын, әуенін. Сол дауысты табамыз. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар. Кәне қай қатар тез табады екен? Мен бірақ шуламаймыз, қол көтеріп жауап беремін. Жарай ма? Дауысын тыңдайық, кәне. Кәне, Айзере тұрып айта қойшы, қандай құбылыстың дауысына ұқсайды? Жел, жарайсың, тамаша. Бүгін балалар сабаққа өте жақсы дайындалып келген екен. Білімдері көрініп тұр. Екінші қатардан бізден жауап бермеген балалар самал тұрып айта қойшы, қандай құбылыстың дауысына ұқсайды? Жаңбыр, жарайсың, тамаша. Балалар, ертеде Африка елінде осы жаңбыр құбылысына байланысты аспап шығарған екен. Ол аспаптың аты рейстинг деп аталады. Ағылшын тілінен аударғанда жаңбыр таяқшасы деп аталады. Бұл аспапты бамбук ағашынан жасалады. Мына мен қолымда тұрған қазір флейта, орысша флейта, қазақша сыбызғы дейміз. Білесіздер, иә, бұндай аспапты? Бұл сыбызғыны бамбуктен жасалған. Біздің енді Қазақстанда бамбук болмағандықтан кейін мен сендерге мен көрсетіп қойдым. Күнделікті ішеміз ғой, үйде шырын ішеміз, иә? Сол шырынның сыртына сендерге жасап алып келдім. Сол аспапқа ұқсас қыл. Мынаның ішінде біз көбіне не саламыз? Дәнек, бұршақ, мойыншақ салсаңдар болады. Сосын осымен ақырын жаңбырдың дауысын себелеп тұрған жаңбырдың дауысын шығарып алып балалар, иә? Үйде жасасаңдар болады, ерінбесеңдер балалар. Балалар, ендігі сендермен бір ойын ойнағым келіп тұр. Бізде көктемде міндетті түрде жаңбыр жауады, өздері білесіздер, иә? Жаңбыр күшейді, жаңбыр басталды дейміз. Жаңбыр күшейді, жаңбыр бәсеңдеді деген шапалақ арқылы, иә? Кәне, жаңбыр басталды, жай басталады, жаңбыр ақырын. Жаңбыр күшейді. Жаңбыр бәсеңдеді. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Міне найзағай жатқызады бізде, жаңбыр жауады, көктем мезгілінде жел тұрады. Балалар, енді осы жаңбырға байланысты сендердің кітаптарында қай бет 102-ші бет па? 102-ші бетте жау жаңбыр әні бар. Соны бәріміз бірге қосылып айтып көрейік, иә балалар? Кітабымызды ашамыз, жау жаңбыр әнін ашамыз.
Бүгін мен не білдім деген сұраққа жауап беріші, кәне кім жауап береді екен маған? Кәне тұра ғой. Айта ғой. Бүгін не білдім? Орнынан тұра ғой, орнынан тұра. Бүгін мен не білдім? Бүгін мен Көктем құбылыстары. білдім. Құбылыстар жайлы отыра ғой орнына. Және бүгін мен не сезіндім? Қандай әсер алдық бүгінгі сабақтан? Кәне тұра ғой. Так, баяғыда тұра қойшы. Қандай әсер алдық бүгінгі сабақтан? Қандай әсер алдық? Көтеріңкі болдық па, әлде көңіліміз жабырқаулы болды ма? Қандай болды? Көтеріңкі болды, иә, көңіл күйіміз. Әне күні көтеріңкі болды, иә. Ал бүгін келесі сабақта не білгілерің келеді, балалар айтыңдаршы? Не білгілерің келеді? Кәне, маған сұрақ қойсаңдар болады. Келесі сабаққа мен сіздерге дайындап қоямын. Қандай не білгілерің келеді сабақта? Кәне, Самал айта қойшы, кәне тұр. Келесі сабақта тағы да не жайлы білгілерің? Көктемнің қандай әсерлері, құбылыстары, көктемнің табиғат жайлы не білгілерің келеді? Айта қойшы. Кәне, кім айтқысы келеді? Келесі сабақта кім не білгісі келеді? Айта ғой. Жаз мезгілі туралы білгілерді, жарайсың. Келесі сабақта онда несіндерге жаз мезгілі туралы жақсы мағлұмат алып келемін. Балалар